Так, мінекей Соберем Wellness компаниясында әр отбасы өзіне қажетті өнімдерді табады. Мына жерде бізде мынау Ербол екеуміздің бір аптаға мінекей дайындап жатырмын. Біздің витаминдеріміз осылай салып қоямыз, шетінен алып, сосын жеп жүре береміз. Міне Ерболда бізде сильное сердце пульс бокс деген өнім жүректің қан тамырларын, сосудтарын тазартады, давленияны нормада ұстайды. Содан кейін бізде мынандай куркумен и және рутин с витамином С деген бар. Тоже бұл мынандай упаковкада тоже ер кісілерге арналған жаңағы иммунитетті көтеретін өнімдер. Мінекей, мына жерде осыларды салып қойдым мен уже. Өзіме не салдым? Өзіме органический железо постоянно керек, қыздар, содан кейін әсіресе мынау циклдарыңыз ұзақ келетін болса, обязательно ішіп жүріңіздер. Сосын егер цикл нарушение болса, көп келеді, не болмасам аз келеді, уақытылы келмейтін болса, осы мынау бізде жаңадан шыққан дикий амс өнімі, мінекей біздің женский гинекологтардың шығарып жатқан өнімдері, аналогы жоқ еш жерде. Вот мінекей осылар, и сосын бета-каротин. Бұл асқазанға жақсы, көздің көруін қабілетін жақсартады. Бұл енді многофункциональный вообще негізі өте жақсы қан тамырларды тазартады. И, конечно, барагамаранта аллергический реакцияны басады, инфекцияларға қарсы жұмыс жасайды. Вот мінекей. Оған қоса, мен таңертең еще коллаген ішем. Мынау коктейльдермен, спортпен заниматься ететін балам ішеді. Бізде барлық отбасына арналған еще D3 бар. Балалар ішеді бізде Vision Box деген өнім постоянно біздің үйде тұрады. Vision Box бұл балаларыңызға берсеңіздер болады. Мынау 7 жастан бастап жоғары іше беруге болады. Бұның ішінде иммунитет көтереді, памятті көтереді и және де көздің көру қабілетін жақсартады. Мынау бар ғой, өте жақсы өнім. 3 в 1. Сосын защита от инфекции. Қазір мынау жөтеліп түшқырып келген болса, мына сразу 2 пачкасын ішеді иммунобокстың. Сразу қояды. Мынау природный антибиотик. Короче, былай осындай пакетикте тоже. Бұл иммунитетке. Релакс-бокс енді тоже біз ішеміз. Релакс-боксты кешке жатарда. Бұл нервный системаларыңызды қалыпқа келтіреді. Все равно целый день анау-мынау стресс деген сияқты.